Сәлем достар, сіздермен бірге осындай өте дәмді нан жасап үйренетін боламыз. Яғни қамыр ашытуды үйренеміз. Осылай 1 литр жылы суға 3 қасық чайный ложка, яғни кішкентай қасық тұз салып, сұйық май құйып, яғни пісте май құйып, жақсылап араластырып, ұн салып араластыратын боламыз. Енді дәміне қарай өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Осылай ұнымызды салып, бірінші жақсылап араластырып аламыз. Содан соң барып ашытқыны, яғни дрожжды қосатын боламыз. Нанымыз өте жұмсақ, әдемі болып шығатын болады. Енді осындай дрожж, осындай қалаған қолданатын дрожждарыңызды қоссаңыздар болады. Жақсылап осылай араластырып, ішіне түйір қалмайтындай араластырып илеп алатын боламыз. Мінекей иленіп болды. Осылай бетіне май жағып, тағы да үстін-басын илеп жіберетін боламыз. Мінекей өстіп 1 сағатқа, 2 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Нанымыз көтерілгеннен соң жауып алатын боламыз. Енді әркімнің қолына қарай, кейбіреуінікі тез ашиды, кейбіреуінікі көп уақыт ашиды. Осылай орап, жылы жерде қойып, бауырсақ нанымызды пісіріп алатын боламыз. Мінекей наным ашыды. Өте жұмсақ, күшті болып шықты. Мінекей нандарымды осылай салып пісіріп алдым. Ас болсын. Жасап көріңіздер.